Баршаңызға сәлем. Осындай таңертең ерте тұрып апорасыз тез дайындаған нанмен бөліскім келіп тұр. Өте дәмді, жұмсақ, әрі тез дайындалады. Осылай сары майды жағып балама бергем. Өте қатты жақсы көреді нан мен майды. Ал бізге дайындау үшін 500 грамм ұн, 9 грамм дрожжи, 9 грамм шекер, 5-6 грамм тұз қажет болады. Соның барлығын салып араластырып, жылы сумен құйып араластырамыз. Суды аз-аздап құямыз, себебі ұнның әркімнің сапасы әртүрлі болады, құрамына байланысты. Осылай жақсылап бұлғап аламыз. Осылай қолға сәл-пәл жабысып тұрады. Бетін жауып, жылы жерге көтергенше ұстаймыз. Көтерілген соң, осылай ұнды сеуіп, осылай мен жасағандай жасаңыздар. Осылай 6-7 рет бүйтіп бүктейміз. Любой формаға салып, бетін осылай пышақпен узор істеп алсаңыздар да болады. Жарты сағатта баяу отта осылай пісіріп аласыздар. Баршаңызға ас болсын. Маған лайк пен подписка жасауыңызды ұмытпаңыздар. Баршаңызды күтемін. Барлығыңызға рахмет.